Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Бөрделі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келеді. Шыққан руы Қожа. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар араб, парсы, орта азиялық түркі әдебиеттерімен таныс болған. Мұхтар бала кезінен атасының үйретуімен арабша хат таниды. Оның әкесі Омархан да Әуез де Абай ауылымен іргелес отыратын құдалы дос жаранды адамдар еді. 1908 жылы Семейдегі Камелиддин Хазірет медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 класстық орыс қазақ училищесіне оқуға түсіп, соңғы классында оқып жүргенде Дауыл атты алғашқы шығармасын жазып шығарады. Училищені 1915 жылы аяқтап Семей қалалық мұғалімдер семинариясына түседі. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының Жолсыз жаза дастанының негізінде Еңлік кебек пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым айында Ойқұдық деген жерде сахнаға шығарады. Мұхтар Әуезовтің пьесалары және шығармалары қазақ әдебиетінің алтын жамбадай қымбат асыл шығармалары біздің ұлттық мақтанышымыз болып, мәңгілік есімізде қала бермек.